Нені білу керек, соны сұра дейді ғой. Қазақтың тарихында қасиетті, құдіретті деген жерлер көп. Елді мекендер ішінде Семейдің өз орны ерекше. Алашорданың саяси орталық ретінде бұл анықталған болады. Семей қаласы. Өте саналы түрде қазақтың надандығымен күресіп, Қазақ этносының жарыққа шықпаған дүниелер мол. қайырлы күн көзқарақты көрермен, сіздермен бірге Шәкәрім университетіндегі табысты тұлға түсірілімнің кезекті қонағы, Еуразия ұлттық университеті жанындағы ел тарихы ғылыми зерттеу орталығының директоры, тарих ғылымдарының кандидаты, белгілі алаштанушы ғалым Сайлаубай Ерлан Ерназарұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Сұхбатымыздың бісмілләсі шығыстың шайырларының сұрағымен бастасақ, ел нені білу керек, соны сұра дейді ғой. Қазірде Семей жалпы қазақ ұлтының тарихи мәдени орталығы деп атамыз. Осы бір контекст төркінінде бізге тереңірек талдап берсеңіз Семей тарихын. Біздің қазақтың тарихында қасиетті, құдіретті деген жерлер көп. Ірілі ұсақты қаншама елді мекендер бар. Әрине сол шоқтығы биік қалалар, елді мекендер ішінде Семейдің өз орны ерекше. Мен өз Семей қаласында қаншама жылдар қызмет істеген адаммын. Бірсыпыра елдің, жердің тарихымен таныспын. Әрине бүкіл әлем білетін данышпан Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхтар Әуезов. Енді айта берсек, қазақтың мынау 19-20 ғасырлардың önінде, қазірдің өзінде де біршама тарихқа енген елдік қызметтермен, қазірдің өзінде ел танитын қаншама азаматтары дүниеге келген, алғашқы өздерінің тұлғалық болмыстарын, шығармашылықтарымен, болмаса ерен істерімен жарық еткізген осы Семей қаласы болады. Расында да біздің тарихта Семей қаласының мәртебесіне қатысты сонау замандардың өзінде айтылып жүреді. Өйткені біріншіден айта кетейік, Семей қаласы мынау 18 ғасырдың екінші жартысынан бастап 19 ғасырдың өн бойы дейік, 20 ғасырдың бас кезі бұл Қазақстандағы ең ірі орталықтардың бірі болды. Ақмола өңірі, Семей өңірі, Орал өңірі дейміз, Батыс Қазақстанда. Сол сияқты сондай бір іргелі үлкен орталықтың бірі осы Семей қаласы болды. Үлкен облыстың орталығы, одан кейінгі губерниялық сипаттағы басқару жүйесінің орталығы болды. Сол кездің өзінде осы Семей қаласына қарасты қазіргі 5 облыс түзілді. Мысалы, Абай облысы қазіргі Семейдің негізін беріп отырған. Қарағанды облысы ішінара территориялық тұрғыда осы өңірге қатысты. Павлодар облысы, Шығыс Қазақстан облысы, енді кең аумақты территориялық кеңістікте осы саяси орталық ретінде әрі мәдени орталық ретінде сол замандардың өзіне танылған болады. Енді тарихын әрірек қазбалайтын болсақ, орта ғасырлар кезі ертіс бойының өзі қима қыпшақ кезінде қаншама қалалар болған қазір археологтар қазба жұмыстары арқылы айқындап дәлелдеп жатыр. Сонда байқап қарасақ, Семейдің өзі қай заман болмасын белгілі бір ірі орталық екені тарихтан дәлелденіп келе жатыр. Енді Семейдің қазіргі халыққа ең жақынырақ, ең мәлім сипаты бұл өткен 19-20 ғасырға тоғысында тарих сахнасында Семей қаласының орны күшейе түскенін байқатады. Өйткені қайталап айтайын, сол кездегі ірі облыс қаншама Қазақстанның 5-тен 1 бөлігіндей территориясын алып жатты. Осы кеңістіктегі барша халықтың басын біріктірген саяси орталық, мәдени орталық, рухани орталық ретінде осы Семей қаласы жарқырап көріне бастады. Оның үстіне бұл Семей қаласының мәдени аспектісіне, рухани аспектісіне,
ықпал еткен сыртқы елдерден келген, басқа ұлт өкілдерінен келген қаншама тұлғалар болды. Кейбіреулердің атын танытқан, әлемге танытқан шығармаларын өзегі де осы өңірден бастап алған болатын. Біз енді олардың атын атып түсін түстеп жатпайық. Оқырмандар біледі, оны біздің қаладағы музейлер кешен арқылы да өздері танысып біле жатар. Айтпағымыз, Семей қаласындағы ең шоқтығы биік бір керемет құбылыс бұл Алаш қозғалысымен байланысты болды. Тікелей айтсақ, Алаш Орданың саяси орталығы ретінде екінші жалпы қазақ съезінде бұл анықталған болатын, Семей қаласы. 1918 жылдан бастап 28 қаңтар күні ресми сол кезде Семей қаласынан шығып тұрған Сарыарқа газеті арқылы Алаш Орданың қызметке кіріскен, оның саяси орталығы осы Семей қаласы, оның Алаш қаласы бөлігі. Қазіргі жаңа Семей аумағы дейміз ғой. Ресми түрдегі әкімшілік құжаттарға қарасақ, ол Семей қаласының 4-ші бөлігі болып көрсетілген екен. Заречный Слободка деп. Сол кездің өзінде осы Алаш қозғалысына, Семейдегі Алаш Орданың қызметіне, земство тарихына байланысты осындағы және басқа да қалада қызмет істейтін әріптестермен бірлесіп ресми құжатты жинақтарда шығарамыз. Қаншама авторлар сол бағытта ғылыми еңбектерін шығарды, жергілікті өлкетанушылардан бастап кәсіби тарихшыларға дейін. Соны Алаштың осы өңірді таңдап алуына себеп болған бірінші кезекте ол сөзсіз, ол коммуникациялық жүйесі, Семей қаласының орналасуы үлкен рөл атқарды. Оның үстіне Семей қаласының үлкен облыс, саяси орталық ретіндегі өзінің экономикалық, әлеуметтік потенциалы күшті, мығым, сосын бір қабат мемлекеттік деңгейдегі негіздерді қалауға себепші болды. Осы жағы бар. Одан кейінгі кезекті айтатынымыз, Семей қаласының өзінде, сол кездің өзіндегі ірілі-ұсақты оқу орындарының бастапқы білім беретіні бар, кәсіби білім беретіні бар. Олардың да осында біртіндеп шоғырлана бастауы. Енді ол Алашорда тұсында арнайы мамандандырылған техникалық аспектідағы оқу орындарының ашылуы, содан кейін сол заман жетістіктеріне лайықталған арнайы Семей қаласының өзінде технопарктардың салынуы. Онда жергілікті ұлт өкілдерінен балалары білім алды. Бір сөзбен айтқанда, Семей қаласы өз заманында, сол мысалы айтып отырған алаштық кезеңде біршама өрлеуді бастан кешті. Өйткені тарихи деректер, архив құжаттары соны байқатады. Жалпы алғанда, Абай осы құрылар қарсаңында мемлекет басшысы арнайы іссапар жасап, сонда келгенде осы Семей қаласының тарихи мәдени орталық ретіндегі мәртебесін айқындап та кеткен болатын. Бұл жайдан жай айтылған емес, оның аржағында оның тарихи негіздері бар. Жаңа бір қабатын біз сөз етіп отырмыз ғой. Сонымен бірге Семей қаласының жалпы ұлт тарихындағы ең өзекті орнын сипаттайтын мәселе, қайталап айтайын, бұл жалпы халықтық сипатқа ие болған ұлттық демократиялық қозғалыстың ресми үкіметінің орталығы болуы. Бұнда қазақтың Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулатұлы бастаған қаншама тұлғалары қызмет жасады. Сонымен бірге мұғалімдер семинариясы деген басталған қазіргі Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде іргетасы осында қаланды ғасырдың басында. Міне содан бері 120 жылдан астам уақыт өтсе де, сол педагогикалық мұғалімдер семинариясы, содан кейін педагогикалық колледж сипатындағы бүгінгі көрінісі, сол білім ошағынан қаншама қазақтың зиялылары білім алып шықты. Тіпті бірер есімді атап өтсем, мысалы заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің білім алуы, Жүсіпбек Аймауытовтың білім алуы. Енді сонымен бірге мынау ғылым білім саласындағы үлкен жетістікке қол жеткізуге мүмкіндік берген Қазақстан Республикасының құрылған академиясы, кеңестік дәуірдегі. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталып, содан кейін құрылған, соның басында Мұхтар Әуезов сынды заңғар жазушының қатар білім алған мұғалімдер семинариясында солардың замандасы болған Қаныш Сәтбаев тұрды. Қаныш Сәтбаевтың осында білім алып,
оқуына себепкер болған, ол естелігінде жазады Қаныш Сәтбаев, әбікей Зейнұлы Сәтбаев екен. Ол кісі сол жаңағы оқу орны осындағы басқарған адамдардың бірі болды. Қаныш Сәтбаевтың қазақтың ғылымын дамытуына, оның академиялық нысанда қалыптасуына үлкен қажырлы еңбек еткенін барша қазақ біледі. Міне осыдан да біз салмақтай береміз. Үлкен білім ошағы болғанын, кейінгі мынау кеңестік республикалық дәуірде қазір міне тәуелсіз Қазақстанда өз дәстүрмен жалғасып жатқан Семей педагогикалық университеті, одан кейінгі кезеңдердегі мынау жоғарғы оқу орындарының бірігу контекстінде қалыптасқан шәкәрім университеті, күні кеше ғана 90 жылдығы ресми түрде тойланып өткен, яғни қаншама білімдік күш қуатын көрсеткен орталық бұл Семей қаласы. Оның әлеуетінің мықтылығы соншалық, бұнда білім алған жастардың сол кездің өзінде елдік істерге араласу. Жаңа бір ғана Қаныш Сәтбаев отыр, одан тысқары қаншама адамдар шықты. Осы өңірлерде жаңағы бұл өңірдегі білім алып өзінің жігерін қайраған жастар бүкіл Қазақстан бойынша қызмет жасады. Үлкен мемлекеттік деңгейде қызметтер атқарды. Ғылымда жаңалық ашқан қаншама ғалымдар да осы өңірден түлеп шықты. Былай алып қарасақ, осы іспеттес Орал қаласы да, жаңағы ертекте Ақмешіт қаласы 20 ғасырдың бойында біздің елдің әрбір қаласында сондай үлкен білім ошақтары қалыптасып, қазақтың әсіресе ғылымға, білімге деген құштарлығын өздері одан ары күшейте түсті. Сонда түйіндей келіп айтса, Семейдің рухани, мәдени, тарихи орталықтық мәртебесінің күшеюіне осы өңірдегі халықтың білімге деген құштарлығы бірінші кезекте, әсіресе жастардың білімге деген құштарлығы үлкен ықпал етті. Семейдің осы қасиетті топырағы, қайталап айтып, мыңдаған елдің өркендеуіне, халқымыздың жағдайын нығаюына ықпал еткен мықты азаматтар дайындап берген өңір. Бәрекелді. Демек, қазіргі студенттер Семей қаласына келген кезде бір алаштың мәдени тарихи ошағына келгендей бір сезім қалыптасып, сол бір сезіммен сондай ұлы істерді бастап кету керек қой, иә? Сөзсіз, өйткені бұл қаланың өзі қазақтың әрбір елді мекенінің, қаласы болсын, кіші аудан орталығы болсын, өзіндік бір тарихы бар, өзіндік бір құдірет қасиеті бар. Тура сол сияқты Семей қаласының өзінің аурасын, өзінің бір өзіне ғана тән бір құдіреттілігі бұнда әлемдік деңгейде ой салатын тұлғалардың да табан басуы. Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхтар Әуезов, тіпті мынау энциклопедиялық ғалым болған Әлкей Марғұлан, атай берсек есімдер көп, оны көп болғанда бізге аздық етпейді. Солардың өмірлік тәжірибелері, өмірлік жолдарына қарап отырса, біз осы Семей қаласының, Семей өңірінің ұлттық тарихтағы бір мәртебелі орнын байқаймыз. Бүгінгі келетін оқу алу, білім алуға келетін жастар болсын, болмасақ арнайы қыдырып келіп осы елмен, жермен, қаламен танысам деп келген адамдардың өзіне де бұл қаланың берері мол. Демек, осы жерде студенттердің құлақтарын алтын сырға деп айтып өтейік. Келесі сұрақ, қазір қоғамда идентификация деген сөз өте бір жиі айтылып жүр ғой. Осы тұста ұлттың жаңартылу кезеңдеріне тоқталып өтсек, ұлттық идентификациялық кезеңдерге. Әрине, қазір мынау жаңа ғасырда, 21 ғасырда әлемдегі ірі мемлекеттерден бастап кіші мемлекеттерге дейін экономикалық, әлеуметтік даму болмысына қарай отырып бажайлап айтатын болсақ, бір ұлттық контекстегі дүниелерге қайтып оралып жатқан сияқты. Сол бағыттағы мынау Энтони Смиттен бастап әртүрлі ұлттың қалыптасуына бастап теориялардың қайта-қайта қарастырылуы, оған қатысты пікірлердің айтылуы да қазір молығып жатыр. Өйткені әлемдік бәсекелестікте, мемлекеттер арасында бәсекелестікте сол мемлекеттің тірегі болып тұрған ұлттың рөлі қазір күшейіп келе жатыр. Бұның да бірнеше астарлы себебі бар. Өйткені әр мемлекет тарих сахнасында
өзінің технологиялық жаңалықтарымен, яғни адамзатқа ортақ жаңалықтар шығарумен танылып жатқан заман ғой. Соның ішінде алғы орындарға ұмтылғаны ұлттық сипаттағы мемлекеттер де бар, сонымен бірге жаңа федерациялық сипаттағы мемлекеттер де бар. Оның ашық дүниеде ол бәрі көріп біліп отыр. Бірақ мемлекеттің тірегі оған үздіксіз өмір сүруін қамтамасыз етуге идея керек, ойлар керек, негізгі мемлекетке тірек болатын белгілі бір атрибуттар керек. Соның бәрі қазір ақырындап шығып жатыр. Бұл тұрғыдан келгенде біздің қазақ халқының, қазақ этносының әлі де мына кең әлемге жарыққа шықпаған дүниелер мол. Біз оны ата-баба мұрасы дейміз. Әрине мынау идентификация дегенде ұлттың өзін-өзі айшықтауы, өзін-өзі дәрегелеп замана ағысына, замананың белгілі бір тегеуріндеріне, сұрауларына, шақыруларына сәйкес тарих сахнасына шығу уақыты болады өзі белгілі бір. Кейде сұрап та жатады, неге біз бір кезде құдіретті тайпалық кезеңдегі Сақ, Үйсін, Қаңлы дәуіріндегі, ғұндар дәуіріндегі мықты саяси бірлестік құрған, көшпелі демократияның негізін берген жаңа жұрттың біз ұрпағымыз, неге бізде сондай тегеурінді сипаттағы көріністер неге болмай жатыр? Неге бізде көп жағдайда басқаға еліктеу немесе басқа дүниелерге қарай бұрылып кету деген сияқты сондай сауалдар қойылып айтылып та жатады қалың көпшіліктің ішінде. Әрине мемлекеттер тарихы олар үздіксіз тұрақты және тарихы бір сәтте үзілмеген мемлекет жоқ тарихта алып қарасақ. Әрқайсысы әр уақытта өз тарих сахнасына шығып отырып, тарихтың қойнауына кетіп отырды. Бұл процестер кезінде ол организм ғой, жанды тіршілік сияқты этностардың да өзінің түзілу процесі бар. Ол ұзақ уақыт, біздің жаңағы айтып отырған Сақ дәуірінен бастаулар деп айтамыз. Біз оны айтуға құқымыз да бар. Өйткені біз сол территория кеңістіктің соңғы этникалық сипатта жемістерін біріміз. Ондай түпкі негізге біздің қандас қырғыздар, түркмендер де, түріктер де, әзірбайжандар да айта алады. Өзбектер де біз ортақ негіздеміз. Ол түркілік халықтарға ортақ бір тарихи мәдени қайнар көз болып табылады. Бірақ сонымен бірге ол біртіндеп келіп біз қазір таза этнос сипатта мемлекетке қол жеткіздік. Енді оны ұзақ жол орта ғасырда түркілер, батыс түрік қағанаты, одан кейінгі бертін келе қыпшақтық дәуір, ол бар, Оғыз Химағыз бар олар жанында. Бұның бәрі біздің мемлекеттіктің жаңа даму эволюциясындағы бір белестер. Енді одан біз бертін келе жоқшылықтың құрылуы, жоқшылығындағы саяси басқару жүйесіндегі күрделі сипаттардың орын алуы, қазақ даласындағы жаңа билік жүйесіндегі өзгерістер, олардың жалпы сипаттамаларына қарап отырсақ, соның бәрі біздің қазақ мемлекеттің негізін қалауға тірек, қайнар көз болды, сөзсіз. Тура сол сияқты сол мемлекеттік құрамдарда келген халықтар бұл жерден жоқ болып кеткен жоқ қой. Оларда өзіндік этникалық даму эволюциясын өтіп келді. Түптеп келгенде біз 15 ғасырдың екінші жартысынан бастап мемлекеттік таза этнос сипатта қазақ хандығын шықты тарих сахнасында. Бұл мемлекеттік құрылым, біз соның тарих сахнасы шыққанын, оның бәрін ғылыми зерттеулер арқылы біліп отырмыз. Осындай біздің тарихымыздың қазақ хандығының даму жолы. Оның мынау 18 ғасырдың соңғы ширегінен бастап сыртқы күштердің әсерінен саяси дағдарысқа түсіп, біртіндеп саяси егемендігінен айырылып қалған, тәуелсіздіктен айырылып қалған тарихтан біліп отырмыз. Бірақ этникалық негіз түбір қалып отырды. Ол өзіндегі ішкі бірлігін сақтап отырды. Соның ата-бабадан мұра болып келе жатқан бір кездегі үлкен державалық сипатта болған бірлестіктің құрамында болу,
түрлі мемлекеттік бірлестіктердің құрамында болып бұның бәрі жай кеткен жоқ. Ол жүректе қалды, іште қалды. Ол негізгі санамызда, тарихи санамызда қалып қойды. Сонымен бірге қазақ этникалығын бірлестік кеңесінің мынау ішкі жүйесінің үзілмей сақталуына ықпал еткен бұл сөзсіз біздің мәдени шығармашылық сипаттағы дүниелеріміз. Яғни бабалар жыры деген атпен 100 томдық шықты ғой. Соны қарап отырсаңыз, саяси билік өзгеріп жатқанда да, саяси егемендіктен айырылып жатқанда да, сол негіздер, рухани мұралар біздің халықты сақтап қалды. Оның кеңестік тұста жаңағы республикалық бастапқыда автономиялық республика, одан кейін дербес республикалық сипатта мына 20 ғасырда көрініс беру бар. Ол кезде де мәдени аспектідағы дербестік бір соған көрінді, жетістіктер болды, үлкен айтулы тұлғалар шықты. Біз оның бәрін жақсы білеміз. Соның бәрі бір-бірімен жалғасқан. Егер алаштық кезеңде үлкен жаңғыру болды, ұлттық үлкен серпіліс болды. Өйткені патшалық Ресей тарих қойнауына кетті де, сол саяси империяның құрамына кірген бұратана санатында саналған халықтар, соның ішінде қазақтар өзінің дербес атауымен тарих сахнасына шыға бастады. Дербес мемлекеттік құрылымға қарай өздерінің әрекеттерін жазды. Сәтсіз болса да бұл үлкен тарихи тәжірибе болды. Халық бір жанданып оянды. Одан кейінгі кеңестік большевиктік биліктің тұсындағы озбырлық саясат қанша дегенмен біздің саяси кеңістіктегі ой жүйемізге тосқауыл қойды. Яғни шектеулі КСРО құрамындағы шектеулі құқықтық аспектідағы бір кеңістікте қалып қойдық. Мәдени аспектімізде біршама еркіндік алған сияқты, бірақ оның өзінде де белгілі бір идеологиялық шектеулер, яғни соған сәйкес цензуралар болды. Бірақ ұлттың мәдени қалпы сақталып қалды. Оны ешкім оған шектеу қоя алмайды. Біз байқап отырсаңыз, тарихта қандай режимдер келсе де, халықтың мәдени мұрасындағы дүниелер ол өзіндік болмысын сақтап, ол сол уақытта мысалы шектеулі заманға қарамастан ол көрініс беріп отырды, біртіндеп шығып отырды. Бірақ бара-бара бұл халықтардың мүлдем бағыныштан шығып кетуін шектеу үшін оларға да ақырындап тосқауыл қоя бастады. Міне сол кезде біздің әдебиет саласындағы жазушылардың, ақындардың жазғандары, елдің тарихы, жердің тарихы шығармашылықтары халыққа үлкен қорған болды. Іштей ол жан дүниесімен Ілияс Есенберлин, Мұхтар Мағауин болмаса, арғы жақтан Мұхтар Әуезовтердің бәрін оқып, бәрін біліп жүрді. Біздің көне тарихтың, біздің кезінде үлкен державалы мемлекет құрамында болғанбыз, өзіміздің төл мемлекет қазақ хандығы болғандығын түгелін біліп отырды ғой. Ол іштегі жатқан бір үзілмеген бір сондай бір тірек негіз болды. Оны советтік кезеңнің 60-70 жылдар жаппай қазақтардың турасын айтқанда бұл советтік мектеп дейді, бұл бүкіл әлемдік адамзатқа ортақ ғылым мен білімнің даму мектебі ғой. Енді атаулары әртүрлі болған. Міне осы кездегі қазақтардың білімге, ғылымға құштарлығы олардың деңгейін, яғни саналық деңгейін өсіруге мүмкіндік болды, дамытуға. Өз-өзінен ондай кезде білімді жұрт өз-өзіне сұрақ қойды, неге біз жеке мемлекет емеспіз? Неге біздің өз алдымызға жаңағы мәртебелеуіміз мүмкін емес деген сияқты. Күшпен жиынтықталған жаңа мемлекеттік құрылым КСРО құлады. Сол кезде біз тәуелсіздік алып шыққан ел болдық. Алдымен егемендікті жарияладық 90 жылдары. Сонда қарап отырсаңыз, ұлттық жаңғырудың контекстінде бұл үлкен бір аспекті бар. Ол жаңағы бейбіт сипатта іштей тұншығып да жалғасып келе жатқан бір негізгі тіректер мәдени рухани контекстегі үзілмей келе жатыр тамырлар, көнеден келе жатқан елдік, ұлттық бірлік туралы. Ал олардың өзі сыртқа шыққан кезде үлкен көтерілістермен айшықталып отыр. Тіпті 18 ғасырдың соңында Сырым Датұлы басқарған
көтерілістердің өзі. Былай қарасаңыз, ол сырттан қондырылған басқару жүйесіне қарсылық, сырттан бақылау. Біздің көтерілістердің бәрі сипаты үнемі дербестікке, ұлттық негіздерді айшықтауға бағытталған деп қабылдауымыз керек. Бет албаты жаңағы қару ұстап адам соғыспайды. Ол елі, жері үшін, тікелей елдікті негіздерін сақтау үшін. Яғни этностық негіздердің болмысын, халықтың өз басын аман қалу, өзін көрсету үшін. Ол 16-шы жылғы көтеріліс сипатын алыңыз. Ол мысалы 16-шы жылғы көтеріліс сипатын алсақ, мынау көтеріліс басталған кезде ошақтар көп қой, бүкіл Қазақстан территория, әр аймақта. Сол кезде мына Түркістан генерал-губернаторына қарайтын өңірлерден, оңтүстік өңірлерден Қазақстанның. Сонда орыс офицерлердің жазбалары бар. Мен өзім соны архив құжаттан оқыдым. Сонда бедеу жазады. Депеше келген ғой. Не себептен бұл көтеріліске қазақтар көтеріп жатыр? Бұлар момын халық сияқты еді ғой. Сонда жауап жазған полковник дәрежесіндегі өзінің жергілікті жерде басшылығын аттап өтіп, Санкт-Петербургқа жазып жатыр. Сонда Азия сыртқы істер министрлігінің Азия департаменті, соның әскери сипатындағы мекемесіне жазған несі, ол ашық архивте тұр, қазір электронды жүйеде. Сонда жазады, біз алғаш рет дейді, орыстың мұжықтары, орыстың русский крестьяне дейді, біз осы қазақтың жеріне келген кезде олар бізге таңырқап қарап еді дейді. Енді басқа ұлт өкілдері, басқа мәдени таңырқап қарап, көздерінде сондай таңырқаушылық байқап едік дейді. Оны жазып отырған офицер сол кезде ерте бірінші толқынмен келген болу керек. Қазақстанда өсіп, сол орыстың саясатын жүргізуші әскери санаттағы адам. Қызмет дәрежесі біртіндеп өскен ғой, полковникке дейін. Кейін дейді, Столыпин реформасы кезінде қаптап келген кезде бұларда көздерінде бір не болды дейді. Ой болды дейді, оқылатын дейді. Жек көрушілік дейді. Жек көрушілік сондай, жақтырмаушылық байқалушы еді дейді. Ал біздің дейді, басқару жүйеміз күшейген тұста дейді, бұлардың көздерінде бізге деген ызбарлық байқалды дейді. Ызбарлық. Міне дейді, біз сонда дейді, өзі жазады, колониалды дейді. Біздің отаршылдық саясат олардың көтерілуіне әкеліп соқты дейді. Бұл орыс офицерінің жазған жазбасы. 1916 жыл деген сайттарда Ресей Федерациясының құзырлы сайт бар, 1916 жыл. Сонда жаңағыдай архив құжаттарын бірінде сол оқыдым. Сонда өздері анықтамай көрді. Не себепті? Яғни біздің отаршылдық саясат деген орыстың офицері бұлардың көтерілуіне әкеліп соқты дейді. Сонда халықтың ішкі тамырды үзілмегендігі, өзінің ұлттық негізін сақтап қалу үшін қолында қару жоқ болса да көтеріліске шығуға бел буғаны көрсетеді. Әрине ол кезде Алаштың жаңағы көтерілісшілерді аман есен сақтап қалу жолындағы әрекеттері бар ғой, бейбіт жолмен қырылып қалмау үшін. Расында да қару жарағы мұздай қаруланған, жаңағы сол кездің заманның соның қаруланған орыс әскеріне қарсы төтеп бере алмаған тарихи шындық, қаншама құрбандық шалынды, адам құрбан болды қазақтардан. Одан кейінгі мынау кеңестік кезеңдегі 30-31 жылдардағы көтерілістерді алыңыз. 30 жылдардың үстінде. Ол көтерілістердің саны өте көп. Жаңа біз 362 деп жүрміз ғой, олай емес, одан да көп. Олардың ірілері бар, ұсақтары бар, орташа әртүрлі деңгейде шектеулі бір кішігірім аймақтың жалпы үлкен аймақты сипатта. Оның бәрі кеңестік үкімет автономиялық жаңағы сипат беріп отырған, мәдени еркіндік береміз деп уәде еткен большевиктік биліктің өзіне, өйткені халықтың негізгі түбірі алдыңғы жаңағы негізгі әлеуметтік топ байлардың өз көзін құрту, одан кейін іле-шала мынау аштыққа ұшырау, халықтың бұның бәрі жаппай кеңес үкіметіне наразылық тудырды. Тағы да мұздай қаруланған әскерге қарсы жалаңаш қолды қазақтар шықты. Олар болмас қаруларын. Өйткені ұлттық негіз сақтап қалу үшін не құрбан болу керек, шейіт, не жеңіп аман қалу. Не осындай. Ал 86 жыл шыққан
қазақ жастары бұл сол кездегі советтік идеологияның басылымдарында айыптаулар орынсыз. Өйткені бұл нақты мемлекет деңгейде баға берілді. 1996 жылы сол кездегі мемлекеттік хатшы, атақты жазушы Әбіш Кекілбаев ресми қызметтегі адам ғой. Бұл жарқын өмірдің жойқын бетбұрыс деді. Қазақ жастарының саналы түрде мемлекеттілік, ұлттылық негіздерді сақтау, өзін өзі басқаруға негізделген мемлекеттік құндылықтарды адам бәрін сақтау үшін күрескен қазақ жастарының, қазақтардың күресі деді. Яғни сонда біз байқап қарасақ, ұлттық негіздерді, ұлттық нышандарды, мемлекетті ұлттық негізде сақтау үшін, егер бейбіт заманда соған өте қауіп төніп тұрған болса, егер ол соғыс жағдай болмаса, бір қақтығыстарға әскери ұласса, біздің қазақ өзін өзі қорғауға жеңіліс табатын болса да, сол бірақ сынбайтын, мұқалмайтын жігерін, қайсарлығын көрсетті. Яғни бұл ғасырлар бойы біздің қанымызға сіңген елдіктің тірегін, негізін сақтау деген бір үлкен күш, болмыс, жігер. Сол біздің әр замандағы жаңғыру, тәуелсіздік қазір жаңғыру кезінде әрине біршама үлкен еркіндік, даму жолы, әрбір қазақтың өзін көрсету мүмкіндігі, кеңістіктегі тиімді бір әрекеттер жасау, өзіне, еліне деп, бұның бәрі бар. Сонда да бұл бағыттағы біздің дамуымыз, мемлекеттің күшті болуы үлкен проблема болып тұр. Өйткені сол бағыттағы идеологияның бір орталықтандырған, бірізділінген болмаса, белгілі бір негіздерінен әлі толықтай қалыптаса қоймағандығын байқаймыз. Оның үстіне біздің кеңістіктегі үлкен көрші мемлекеттердің болуы да бізге сыртқы әсер етіп жатыр. Бірақ біздің мемлекет басшысы соңғы сөйлеген сөздерінде айтты, біз орташа деңгейдегі даму үстіндегі мемлекетпіз деп. Яғни біз үлкен территориялық кеңістікке ие болып отырсақ та, сол кеңістікті сақтап қалу қазіргі мына тәуелсіздік дәуірінде біз үшін үлкен міндет болып отыр, үлкен мақсат. Оны тек білімді, дамыған мемлекеттік институттары заңнамалық құқықтық аспектіде толық жұмыс жасайтын және әскери сипаттағы белгілері толықтай дамытылған, жетілдірілген мемлекет қана өміршең болатын осы қазіргі әлемдік жағдай байқатып отыр. Біз соған өзі аулақ қылсын, бірақ соған дайын болуымыз керек. Жалпы мемлекеттің өзінің нық даму көрінісі басқаларға ой салады. Егер әлсіздік таныту, тағы басқа ішкі проблемалар, қайшылықтарды туындата беретін болса, ол мемлекет көріп отырмыз ғой, енді қанша мемлекет тарихта бір апта, 2 апта ішінде жоқ болып кетіп жатыр. Сондықтан біз тәуелсіздік алдық деп жайраңдап жүрмей, керісінше оны одан сайын күшейту бағытында қаттырақ жұмыстар жасау керек. Демек, тарихтағы кез келген бас көтерулер бұл ешқандай да бір мақсатсыз емес дейді. Барлығының бір мақсаты ұлттық идентификация, яғни ұлтқа тәуелді нышандарды келесі бір ұрпаққа сол қалпы жеткізу болып есептелінеді ғой. Дамыта жеткізу, сақтау, елді, жерді, сол жолда күрес. Енді ұлттың өзіндік белгілері жалпы әлемдік теорияға қарасақ, өз қазақ қандығы болып қалыптасып, енді бас қосып жатқан кезде сыртқы күштердің әсерінен жаңағы үлкен ірілі ұсақты соғыс бастан кештік. Одан кейін еркісі екі көрші мемлекетпен солтүстіктегі және оңтүстік шығыста мемлекеттің белгілі бір саяси пәтуаға келуге мәжбүрледі. Оны да бастан кештік. Одан кейін енді ары қарай сырттан күш келген кезде қарсы тұрарлық, солтүстіктен келген қарсы тұрарлық қауқар болмады. Сондықтан саяси егемендіктен мысалы айырылып қалдық. Совет кеңесте айтып отырмын ғой, жаңағы автономды сипатта одан кейін дербес болғанмен де бәрібір біз жабық системаның ішіндегі бір құрылым болып тұрдық. Одан кейін бұның бәрі түптеп келгенде сол қайталап айтайын, біздің халықтың елдікке деген ұмтылысының ол жолда қаншама көтерілістер, қаншама құрбан бұл халық. Соның
соның негізінде біз тәуелсіздікке қол жеткіздік. Мына тәуелсіздік жайдан жай бір тосын сый ретінде бере салған емес. Ол белгілі бір сондай шеңберде өмір сүрген халықтардың өздері үшін жасаған әрекеттерінің нәтижесі, өздерінің мемлекеттілік этнос үшін. Енді сонда советтік идентификацияланған қазақ форматы деген 60-70 жылдары бір қабат көрініс берді, бірақ оның ар жақ түбірінде қарасаң нақ қазақтың нақ ұлттық нақыштар жатыр, үзілмеген. Оның сондай бір ерекшеліктер айқындалып отыр. Қазіргі уақытта мынау әлемдік бәсекелестікке дейді, өмірдің барлық саласы, сферасы дейді ғой, салалары бойынша экономикалық өрісі, әлеуметтік өрісі дейді, мәдени, рухани, соның бәріне төтеп беретін, өзінің тілін, елін, жерін құрметтейтін азаматтар тобы, қоғам бірлестігі. Соның бәрі бізде оны біртіндеп дамитын емес, ол бізде қанымызда бар, тілімізде, немізде, солына сөйлеп, соны жарқыры көрсетіп, ол үшін басқа біреу жазғырып, басқа қажет емес. Әркім өзінің мемлекет алдындағы, өз ұлт алдындағы жауапкершілігін сезіну, мықтап идеологияны енгізу қажеттілігі бар. Онсыз болмай тұр ғой бізде. Толық сондай бетбұрысты жасайтын дүние бәрі ауыспалы болып тұр. Бұл мемлекет үшін қауіп негізі. Сондықтан қазір жаңағы әлемдік үдемелі даму процесінде ілігіп, көшінің басына қарай ұмтылыс жасамаса, оны ал кейінгі жолы бұлыңғыр болады. Демек, әрқандай субъект, яғни жеке тұлға, Шәкәрімше айтқан кезде ар алдында, қоғам алдында, Құдай алдында жауапкершілік арқылы алу керек қой, міндетті түрде. Кешегі сырымды атуынан бастаған ұлттық мүдде үшін күрестің айқын көрінісін біз 20 ғасырда алаш қозғалысымен байланыстыра аламыз. Осы 20 ғасырдағы, 20-30 жылдардағы жалпы саяси аренада күрескен ұлт зиялыларының позициясы қандай болды дейсіз? Позициясына қандай баға бере аласыз? Өзі алаш қозғалысының бастаулары 1905 жылдан басталды дейміз. Ресей думасына сайлау еркіндігі берілген, бұратана халықтардан өкілдер сайлау мүмкіндігін берген кезде, сол кезден бастап жанталасты енді қазақ. Осындай мүмкіндікті шектеулі болса да айырып қалмайық, ұлт ретінде өзімізді көрсетейік деп. Әрине, бұл процесс үздіксіз жалғасты. Халықты ояту, халықтың өзінің қазақтың төл мәдениеті, тілі, жалпы рухани кеңістігін қайыра көрсету, жаңғырту процесіне бұл алаш зиялыларының баспа ісімен қатты шұғылдану, газеттердің ашылуы, жаңағы Айқап журналын айтайық, басылымы. Одан кейін Қазақ газеті, оған жалғасқан Алашорда тұсындағы Сарыарқа газеті. 1917 жылдың желтоқсан айынан бастап 2019 желтоқсан айына дейін Алашордалық кезең. Яғни Алашордалық басқару жүйесі орталығы осы Семей қаласы болды. Саяси орталық ретінде ұйғарылған екінші жалпы қазақ съезінің қаулысымен. Сонда қарайтын болсақ, бұл кезең ұлттық мемлекеттіктің өрлеуге деген ұмтылыстың бір жарқын көрінісі. Қысқа мерзім болса да Алашорда халық үшін қызмет жасап үлгерді. Және жай ғана қызмет жасаған жоқ, бұл халықтың өмірінің барлық аспектісіне, ең әлеуметтік аспектісіне араласты. Земство жүйесі арқылы, земствоның кез келген болыстық, уездік, облыстық деңгейлерінде қазақтардың саны басымдыққа ие бола бастады. Одан кейінгі кезекте біздің бір ерекше тоқталып айтатынымыз, бұл алаштық зиялылардың білім мен ғылымға қатты көңіл бөлу. Сол кездегі патшалық Ресейден қалған орыс-казак мектептерін, орыс-казак дайындық мектептерін бастауыш мектептерге, ондағы пәндерді қазақ тілінде оқыту, оқулық жоқтығына қарамастан дереу жаңағы оқулықта даярлау ісімен айналысты. Қазақ жай ғана сауатты болмасын, ол белгілі бір кәсіби мамандықтың иесі болсын деген идея қаулай түсті. Сол мақсатта реалды училищелер дейді, білім беру, техникалық білім беру, кәсіптендіру оқу орындары
земствоның шешімімен бүкіл Қазақстан бойынша ашыла бастады. Солардың технологиялық техникалық аспектіде дамуына ықпал ететін деп арнайы технопарктар салдырды. Бұндай технопарктар осы Семей қаласына салынды. Мұхамеджан Тынышбаев, Рамжан Марсековтердің алғашқы технопарктар қалыптастыру үшін өздері Новосибирскке, жаңа Владивостокқа дейін командировка барып, Жапониядан арнайы станоктар, техникалық құрал жабдықтар алдыртқаны бар. Оған арнайы ақша, қаржы бөліп алдыртқаны бар. Оның бәрі архив құжаттары растайды. Ол технопарктың ғимараты Бертінге дейін тұрады, қазір күретіліп кетіпті Семей қаласында. Сонымен бірге бұндай технопарктар қазіргі елдің ордасы Астанада да болды, Орал қаласында да болды. Енді алаштықтардың земство арқылы қызметтері өрбіген аймақтарда бұл орын алды. Әсіресе қазақтарға батыстық сипаттағы игіліктерді қол жеткізуге қажет деген бағыттағы білім беру үшін қаншама оқулықтар шетелдік аударылды. Оған ұлттық колоритпен аудармаларына ұлттық колорит берілді. Яғни біздің түсініктерге, біздің санамызға сәйкестендіріп аударылды, қосымшалар қосылды. Бұл дәстүр мысалы 20-шы жылдың бас кезінде мынау кеңес үкіметін большевик биліктің орнаған кезі ғой, енді 20-шы жылдардан бастап. Сол кездің өзінде алашиялар жаппай мына кеңес үкіметінің алғаш кезеңде енді еріксіз ымыраласқан жағдай болды ғой большевиктік үкіметпен. Күшті бүкіл кеңістікте билікті қолына алған саяси жүйе, соның өзінде қазақтың мәртебесін қорғау үшін, автономиялық сипатқа ие болған қазақ үшін деп қаншама ғылым білім жүйесіне қажетті дүниелерді жасады. Алашиялар белсене араласты. Әрине 1922 жылдан бастап партиялық тазалау деген желеумен қызметте болған алаштықтарды жазалау, қуғын сүргінге салу жалғасып кетті де, бұл тіпті сол ғасырдың 40-шы жылдарына дейін созылып кетті. Яғни біз сол кезде қазір деректер әртүрлі айтады. 113 мыңнан үстінде адам сол кезде саяси қуғынға ұшырады дейді қазақ. Оның 26 мыңға жуығы атылған деген деректер. Бұның енді нақты статистикалық мәлімет, бүкіл құжаттар кешенін қолға түсіргенде ғана соны зерделеу арқылы шығаруға болады, бірақ бұл цифрлар шындықтан алыс емес. Жаңағы біз білетін алаштың зиялыларының ұлттық мемлекеттің позициясы ол қандай жүйеде болса да қазақтың дамып өркендеп барып өзінің тәуелсіздігіне, өзінің дербестігіне қол жеткізеді деген идеяның берік ұстанымы болды. Демек, Алашорда жалпы Алаш партиясының көрнекті өкілдері негізгі культ ретінде бұл білім ғылымды, яғни батыстық білім ғылымды, оның ішінде ұлттық колоритке негізделген трансформацияланған күйге енгізіп берді деп қалай аламыз, иә? Ал осы Алашорда жалпы Алаш тақырыбының ішіндегі Шәкәрім тұлғасына, Шәкәрім қажының тұлғасына қандай баға бере аламыз? Шәкәрім қажы Құдайбердіұлының тағдыры ол қазақтың тағдыры деп болады. Қазақтың дәл сол кезеңде қазақтың тарихының, қазақтың тағдырының көрінісі. Бір кезде аға сұлтан болған үлкен әулеттің өкілі өзі де сол болыстық қызмет атқарды. Сол Ресей патшалық жүйесіндегі қазақтар кеңістігінде ол өзі тікелей араласты өмірдің барлық сферасына. Сол заманы саяси талаптарын бәрін көрген адам, білген адам. Абай Құнанбайұлы сияқты ол да сол болыстық биліктен оның саясаттың келеңсіз жақтарын бәрін көзбен көрді, өз бастан өткерді, біртіндеп бас тартты. Таза шығармашылыққа қарай ойысты. Тіпті 20-шы ғасырдың басында анау халыққа еркіндік беру, Ресей Думасына қазақтардың депутат сайлау құқығына ие болған кезде Ресей патшалық кеңістігіндегі конституциялық демократияны жақтаушы, яғни монархиялық емес, демократиялық элементтер кіргізуші деп кадеттер партиясының жиналысына дейін қатысады осы Семейдегі.
өзі өте озық ойлы адам болған ғой енді. Қазақтың тарихы туралы толғады, атақты шежіресін, қазақтың фальсафалық ой жүйесіне қатысты қаншама құнарлы ой дүниелер. Сонымен бірге мына саяси кеңістікте болып жатқан, әлеуметтік өмірде болып жатқан дүниелерге ол бейжай қараған жоқ. Ол жаны ашып, халқының бәр күйзелісін түсінген адам. Соны өзі алдына мақсат етті. Сол халықты қорғау. Ол шығармашылық арқылы ой салу. Жаңа болашақтың кілті білімде деген сияқты керемет жасампаз идеяларды айтты. Оның бәрін көрді. Алаштықтар кезінде ол мынау алғашқы земстволық сайлау кезінде Семей уездік земствосын гласный дейді. Қазіргі тілмен Семей уездік жаңағы мәслихаттың депутаты. Қол қойған құжаттары, соның мүшесі гласный ретінде сайланған түгел тұр. Яғни сол кездің өзінде саясаттан тысқары қалмады, араласты да. Одан кейін Алашорданың нақты қызметі 1918 жылы басталған кезде халық соты деген болды Алашорданың. Соның құрамында да қызмет атқарды. Бірақ бұлардың бәрінен ол кісі бас тартты. Оның себептері әлі де болса ұлттық идея бар, сол жолдағы күрескерлердің, сол жолдағы адамдардың кейбір әділетсіздіктерге жол беруіне іштей қарсыластығы болар. Бәрінен бас тартып, тек қана таза шығармашылығымен, өзінің оқыған тоққан білім жүйесімен болашақ үшін, болашақтың қоғамда қазақтың қандай сипатта болу үшін қажетті дүниелерді туындату, яғни білім ғылым жүйесіне қарай қазақты баулу, бақытты еркін адам ретінде өмір сүру үшін ол кісі қазақтың білімді сауатты болуын қалады. Осыларды түсіндіруге тырысты. Жалпы ол бір ғана алаш жүйесін емес, біз шәкәрімді бүкіл қазақтың сол ғасырлар тоғысында өткен 19-20 ғасырлар тоғысында 20 ғасырдың алғаш ширегіндегі қазақ қоғамындағы саяси жүйелердің алмасуы, сырттан төнген сыртқы күштер арқылы, соның қазақтың өз ішіндегі жаңа жүйелерге байланысты бейімделу процесіндегі қарама-қайшылықты дүниелер, орын алған дүниелерге деген көзқарасын, бәрін пікірін шығармашылығымен білдірді. Өзінің дербес әрекетімен жаңа саят қорай кетуі де бұл болашақ үшін бәр көрген білген түйген жинақтап жазып қалдырып кету. Бір пайдалы дүние жасап кетейін деп. Осы аспектіде қарағанымыз дұрыс болар. Сондықтан ғой шәкәрімнің жаңағы білімге сүйенген жұрттың озық болатын туралы идеясы ол өмір сүруін көрсетіп отыр. Жай ғана білім емес, ол кәсіби маман ретінде де қазақтың өрлеуі, жасампаз рухта болуы деген сияқты мәңгілік өлмейтін сондай бір идеяларды негіздеп берген адам. Демек, тарихтың қай тұлғасын алмасақ та, шәкәрімше айтқанда, барлығы да ерікті түрде, саналы түрде қазақтың надандығымен күресіп, қазақтың шамшырағы болуға тырысқан, адамдық борышты саналы түрде арқалаған азаматтар деп айта аламыз, Құрметті Ерлан аға, осындай сүбелі сұхбатыңыз үшін зор алғысымызды білдіреміз. Сұхбаттың соңында Шәкәрім қажы, жоба-топ жол көрсет келешек қам үшін қайтадан қайырылып қауымға бермейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің, ғибрат алар артыңда із қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің дейді. Құрметті студенттер, құрметті көрермендер, осындай сүбелі сұхбаттан өздеріңізге керектеріңізді алды деген үмітпен біз кезекті түсірілімімізді аяқтаймыз. Қош аман, ден сау болсын.